Баршаңызға ассалаумағалейкум. Зуылдап келатырмын жылқыларға. Ана спорт режиммен келатырмын. 16 метр секундына ұшатын. Нормальный режим бар, сосын жай режим бар. Жай режим ол асықпай 5-6 метр секундқа ұшады. Орташа режим 9-10 метр секундына ұшады. Но спорт режим 16 метр секундына. Міне уже 1,5 шақырым ұшып келдім. Орна міне. Біздің зарядит. Баядан келатқан ат қой сол заря. Ане тұралар. Қырда. Он жеті бас санап алдым. Бізде қашан 2 күн бұрын түнімен жаңбыр жауды кәдімгідей. Дала гололед, тайғақ. Қар қатып жатыр, бірақ тебін бар. Қар қалың емес, бірақ сонда да қатып тұр. Кейін қарай бұрылып келатыр, ары қарай кетіп қалмасын деп. Бірақ жылқылар үйренген ғой дронға. Дауысына. Спорт режиммен болғасана тез нететті, жана бұрылады. Жай режиммен нетсен, жайлап асықпай бұрылады. Анау тез. Міне. Тебін бар. 17 бас түгел. Бір орында тұр, өткенде осы жақта түсіріп едім. Шамалы неге қарай, жолға қарай жақындағай, сосын кейін қарай келген ғой. Ане, құла гүлсары. Осы парта тұрған. КамАЗ келатыр, карьерден келатыр. Осы қарғалын жағалап, сосын неге жолға шығады. Грейдерге. Грейдер ол постоянно тазартылады ғой. Мына біздің карда. Осы біз жем береміз. Дұз аяқта жатыр. Ане табыр үйір ол. Золотойдың үйірі. 11 бас. Мен өткенде санағанда 16 бас деп едім. Акасы 2 үйір қасында тұрған ғой. Мен ойлайдым 1 үйір ол. Прям жақын жерде тұр бір-біріне. Қазір сояққа барып ұшам. 2 үйір қасында тұрады екен. 5 бас көк айғырдың, 11 бас золотойдың. Біздің Буцефалдың 17 бас барлығы. Міне, мына жақта бір бием менікі. Башкир бие. Қарап кетем. Былтыр құлын март қашан ол? Мартта құлындады ма? 25 наурызда құлындады. Уже қар ерді, бірақ сайларда қалып қойды қарлар. Сол сайға түсіп қалып, тұра алмай қалды ғой құлын. Мен барғанша ол тірі болды. Тұрғыздым, бірақ тұра алмады. Аяққа баса алмай қалды. Сосын әлсірегесін ба, білмеймін, өліп қалды ғой әйтеуір. Таңертең құлындаған сияқты, мен кешкісін бардым. Әне менің бием. Мынау. Шамалы бұрайын десем, прям жыбырлап кетеді ғой.
Спорт режим болғасын. 60 метр биіктігі 60 метр. Неше 1,5 шақырым ғой ауылдан. Міне қола би үш үлкен. Ана артындағы тұрған соның қызы ғой, Құлай деген. Ол 3-тен кетті. Биыл 1-ші құлыны. Жарым бұйырса 2-ші құлын болады. Әне алдында тұрған құла ол золотой айғыр. Мына жақта 11 бас. Ана жерде әне 5 бас көк айғырдың үйірі. Көрші Асқарбектікін. Анау золотой Данабектікі. Өткенде мыналар екі үйір бірге тұрған. Қыс болғасын мировуха болып тұр ғой. Ертең көктемде олар уже жақындамайды бір-біріне. Бір-бірін қызғанады ғой. Әне көк бие. Көк бие, анау көк айғырынан баласы ғой көк биенің. Бірақ мынау бие, көк бие былтыр менде болды. Құлагерде. Қаштыртып алды да, сосын 1 айдан кейін алып кетті. Көбісі ойлайды шығар, баласы ененді қалай нетеді деп. Өз мамасын деген сияқты. Біздің қарғалы қатып атқан жоқ. Шамалы қатып атыр жан-жағынан. Ағып атыр. Дала аяз емес. Шамалы не? Жел бар. 10 градус бар шығар бүгін. Қарамаппын ғой. Жылы әйтеуір соны білем. Кеше тұман болды. Бүгін тұман жоқ. Қырау да жоқ. Мына жақта балықшылар балық аулайды қазір көреміз. Мұздың үстінде. Мұз бар екен. Мына жақта мұз жоқ. Ағып атыр. Ағыс болғасын. Ана жақта терең жерлерде мұз бар. Біз мына жерден өткіземіз оларды. Айдағанда ауылға. Әне бөрене жатыр. Өтіп кеттік. Бөренеден өтіп кеттік. Әне адам тұр. Не ойлаймыз, мұздың үстіне кім тұр? Жылқы ма? Қарасам адам екен. Қайда ол? Қазір шығады. Мына жақта мұз шамалы ағып жатыр. Табиғатымыз осындай бізде. Судың жағасында су мөп-мөлдір тап-таза. Балық қандай дәмді. Әне адам тұр. Мұздың үстінде. Мені көріп қалды. Дауысы қатты ғой. Біз деп. Ара сияқты. Қарап қояды. Зарядкасы үйден шыққаннан неше минут? 10 минут. 11 минут бар шығар. 12 минут бар шығар. Зарядкасы 30% қалды. 100%-пен шығып едім. 70% жеп қойды. Потому что жаңа постоянно немен ғой. Бір жерде тұрсам, көпке жетеді. 30 минутқа жетеді шығар бір жерде тұрсам. Бір жерде ұшып жүрсен, ол тез жеп қояды зарядты. Әне үйімізге қайтып келатырық. Жаяу барсан, болмаса немен барсан, жылқымен
ол бір сағат 1,5 сағат кетеді оған. Барғанша, келгенше, судан өткенше деген сияқты. Мынау рақат 10 минут туда обратно болды. Әне интернет болды, келдік. Спорт режиммен сосын көп жейді заряд. Дрон аты DIG. Японский фирма DIG.